Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен Алдар каналы. Бүгінгі видеода достар біздің Black ойнауды жалғастыратын боламыз достар. Бұл Brilliant сервер 66-шы сервер достар. Бүгінгі видеода біз қалай Black тез көтерілуге болады, тез дамуға болады, соны айтатын боламыз, көрсететін боламыз достар. Ал ендеше кеттік. Ойынны кіргеннен кейін аккаунт ашқаннан кейін обучение по игре дейді, осыған даны басасыздар. Өйткені бұл сіздерге уровень көтеруге көмектеседі достар. Даны басамыз. Ең алдымен бізде Battle Pass деген бар достар. Battle Pass'a войдите в игру деген бірден береді достар. Сосын получить етеміз. Бұл нешін керек өткені достар. Бұларды орындасаңыздар сіздерге ақша береді және де Battle Pass'тан очко береді. Battle Pass нешін керек достар, мына өткен көріп тұрсаңыздай бірінші кіргенге осындай Gold VIP берді. Бұл өткені бұл сіздерге Black Coin береді достар. Мына оң жақ жоғарыда Black Coin бар достар. Бұған донат қой типа. Соған ақша аударса или ішіне кейс бірдеңе ашуларыңызға болады достар. Және де мына Battle Pass'ты көтереміз достар. Көтеріп осындай заттарды ала береміз достар. Мына астына көріп тұрғаныңыздай осыларды ала беретін боламыз достар. Так достар, мына Деда Михалычқа келеміз. Мына кнопканы басамыз. Мына осылай сөйлейді. Мынаның бәрін білеміз уже, керек емес. Телефон бер. Достар, көріп тұрғаныңыздай бірінші задание алғанымыз үшін бізге уже награда XP берді. XP деген достар, мына статистикаға кіреміз. Мына бізде пока бірінші уровень достар. Мына және очки опыта осыны жинай бересіздер. 1-8 деп тұр, осы 8-ге жинағаны екінші уровень боласыздар достар. Қазір соны тез қалай көтеру керек, соны көрсететін боламын. Доберитесь до работы дейді. Біз қазір мына жерге барамыз да өзімізге мотоцикл алып шахтаға жетіп алатын боламыз достар. Так достар, осы шахтаға жетіп аламыз. Мына красный метке келеміз. Шахты зайти, мына жердегі прорабпен сөйлесеміз. Келеміз де мына кнопканы басамыз. Кнопканы басқанда аны басамыз және мына жерге бізге типа робот емесімен соны тексеретін болады. Соған бүйтіп мына жерге қандай жазылып тұр, солай жазатын боламыз достар. Мына ВК дейді. Осыны жазамыз. Мына жұмысқа тұрдық. Заработайте 1000 рублей дейді. 1000 рублей жасап тастау керекпіз. Сол кезде біз осы заданиені бітіреміз. Ал кеттік достар. Так достар, және де достар, мына жерде осылай затты апарып тастағаннан кейін руданы сіздердің инвентарьларыңызда сіздерге мына железный руда дейтін нәрселер түседі. Міне көріп тұрғаныңызда осыны сіздер 3-ші уровень келгенде маркетплейс арқылы сатасыздар достар. Маркетплейс не екенін білмесеңіздер достар, міне 3 сызықшаны басасыздар және мына жерде маркетплейс деп тұрады. Осыған 3-ші уровеньнен басып кіріп осы тапқан нәрсені сата аласыздар. Бұл қазіргі бағасы 2000 рубль осы маркетплейста. Так достар, осылай біз уже 1000 рубль жазып тастадық. Осыдан бітіріп тастадық. Ендеше біз қазір жұмысты қоятын боламыз. Мына прорабқа кері келеміз де мынаны басып завершить рабочий день деп басамыз. Бізге тағы бір жұмыс берді, соны істейтін боламыз. Мына достар, көріп тұрсаңыздар сол жағымызда награда 1 XP 3000 рубль дейді достар. Бізде 7000 рубль бар достар. Осылай сіздер көтеріп аласыздар уровеньдарыңызды. Так, енді өзіміз мопедімізге мінеміз де басқа задание орындайтын боламыз достар. Осылай 24-те 7 магазиніне келеміз, ішіне кіреміз және бұл жерде мына список товар дейді, соның ішіне кіріп қайда кетті? Мобильный телефон сатып аламыз. Мұны достар, осылай сатып алғаннан кейін сим-карта салатын боламыз. Сим-карта ол бізде инвентарьдің ішінде болады. Мына сим-картаны осылай ұстаймыз да мына телефонға салатын боламыз достар. Мына енді бізге келесі задание купить аптечку дейді достар. Аптечку сатып аламыз. Так, ол инвентарьда использовать аптечку через инвентарь. Инвентарь былай 3 сызықпен ашық болады, или чатты басып былай инвентарь деп жазамыз. Достар, мына басамыз да үстін использовать басқанда біздің хпымыз толатын болады достар. Осылайша біз тағы бір заданиені орындадық. Бізге уже 1 XP және 4000 рубль берді достар. Қалтамызда қазір 9000 рубль бар. Так, сядьте на скутер дейді. Енді келесі задание барамыз. Магазин одежда дейді. Бізге ең алдымен осы 5850 рубльдің киімін сатып ала саламыз. Понятно. Біз инвентарды ашамыз. Инвентарды ашқанда мына скин үстін басып использовать басамыз достар. Осылай басқанда бізге тағы да бір XP және 5000 рубль берді достар. Осылайша біз қазір қарай жіберейін. Статистика. Біз уже 4 опыт жинап тастадық достар. Екінші уровеньге аз қалды. Енді біз келесі уровень жету үшін скутерге мінеміз. Келесі заданиені бастайтын боламыз. Бізде права жоқ, бізге права алу керек. Біз енді автошколаға қарай жүретін боламыз достар. Так достар, осылайша біз өзіміздің автошколамызды жетіп аламыз. Автошкола жеткеннен кейін мына автошколаға кіреміз. Бірінші наумен барып сөйлесеміз.
сөйлескеннен кейін экзамен өтетін боламыз. Экзамен өтушілер бір кабинетке кіреміз де осындай қызыл меткаға баратын боламыз достар. Осылай барғаннан кейін бізге категория Б керек. Үстін басамыз да продолжить деп басатын боламыз достар. Короче, бұл жерде сіздерге жауаптар тұрады, бәрі оңай. Осы жерден қарап алсаңыздар болады. Мына достар жайлап түсірейін. Мына достар, короче, осылай мына начать басамыз, ең төмендегі түсіп начать басатын боламыз. Мына достар, короче, осыларды өтіп тастаймыз. Достар, осылай тесттен өткеннен кейін сіздерге машина отырғызатын болады. Машинамен сіздер мына меткалармен жүріп, машинаны соқпай, дым етпей өтіп шығуларыңыз керек. Сонда сіздер өздеріңіздің праваларыңызды алатын боласыздар достар. Так достар, осылайша біз өзіміз правамызды алып алдық. Так, осылайша тағы бір задание орындадық, және бізге 1 XP және 10.000 рубль берді достар. Короче, енді ары қарай өзіміздің заданиемізді жалғастырамыз, скутерімізге мінеміз. Так, ары қарай бізге уже так не істеу керек қазір. Мына жерден шығып кетейік. Бізге уже ары қарай автосалонға барып өзіміздің алғашқы машинамызды алу керек достар. Солайша біз тағы бір задание орындаймыз және тағы уровень көтереміз достар. Короче, осылайша біз өзіміздің автосалонымызға келеміз және ішіне кіреміз де ең алғашқы машинамызды сатып алатын боламыз. Ең алдымен осыны сатып ала салайық. Запорожец 20.000 рубль болды достар, сатып алдық. Қалтамызға 14.000 рубль қалды. Так достар, осылайша біз алғашқы машинамызды сатып алдық және де біз уже келесі задание орындайтын боламыз. Бұл заданиеда бізге АЗС-ке жетіп ал дейді. Короче, АЗС-ке заправка құямыз, осының бәрін істеп тастаймыз. Бізге тағы да очко және ақша беретін болады достар. Осылайша тез келеміз. Купить канистру дейді, канистр сатып алатын боламыз. 750 рубль. Сосын бізге дүкенге кіріп ремонтный набор сатып ал дейді. Ремонтный набор сатып алатын боламыз. Достар, міне осылайша біз дейді уже мына ММ жазамыз, статистикаға кіреміз және осының ішінен достар көріп тұрсыздар, уже екінші уровеньге жетіп алдық. Бұл екінші уровеньде уже біз дейтін ВЧ-ға кіріп, ВЧ-дан ақша таба аламыз достар. Ал достар, келесі видеода мен ВЧ-ға қалай кіру керек, тесттен қалай өту керек, звание қалай көтеру керек екенін бәрін көрсететін боламыз достар. Достар, міне осылайша біз дейтін новичок болып екінші уровеньге қалай жету керек екенін көрсеттік. Аздан минут ішінде екінші уровеньге жетіп алдық. Осылайша енді келесі видеода біз ВЧ-ға кіретін боламыз, қалай кіру керек соның бәрін көрсететін боламыз. Видеоны достар лайк басып, арнаға жазылып, комментария өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Алдар каналы.